шықпай кетті ғой. Осылар ақшаны қақтан табады, менің жас балдардың бәрі сайраңдап жүр. Ал мен істі отқанымда жаз бітіп қалатын болды ғой. Бірақ қазір Дубай, Турция дегендерің дым болмай қалған. Қазір екінің бірі осы жерге демалуға барады ғой. Уж бәрінің историясын көріп жаттап алдық қошы. Қай жерде не бар, не болып отыр. Бірақ оны көзбен көргенге жетпейді ғой шіркін. Ал біз болсақ мына тұрған қалаға шығамай жүрміз. Қашан естіп жұрттың баласы ұқсап жүреді екенбіз ше. Той аға, телефонға қарап қиялдап отырып ел. Маған да көмектессеңізші, көріп тұрсыз ғой, шамам жетпей отыр. Мен қиялдасам нормал нәрсені қиялдап отырмай. Сендер қыдыртсам, ел аралатсам деп қиялдап отырмын ғой. Ел аралатпай тұрып, анау тұрған ағаштарды аралап алыңызшы. Өмірі біреудің өміріне қызығып отырасыз. Инстаграмнан ағасы қарындасына көмектесіп жатқан видеоны көрмейсіз бе? Сөйтіп, мен де осылай жасасам болады екен ғой деп ойланбайсыз ба? Ондай видео жоқ болса өлембай. Жұрттың бәрі ішіп жегенін салады ғой. Бұл көп сөйлей өрміш, не істейін? Анау гүлдерді тасыңызшы. Не болды? Аға, біздің қорада тауықтар күннен күнге азайып бара жатыр. Осы біздің жақта ұры бар ау дейм. Қумашы, шілей тауық ұрламайтын шығар. Жұмыртқа ұрласа мейлі екен. Сіздің досыңыз Диасты көшеден көп көрем. Бір ұрласа, сол ұрады шамасы. Онда сен тірлігіңді істей бер. Мен барып сөйлесіп келейін. Çodam жігіттер, мектеп сағыныңдар, өзі бұлай іште сағыныш бар ма? Диас, мектепті айтайын бағашан сағынасың, көркек ай жақындайды ғой. Сол күні ноп-ноп қап-қара пиджак аласың да, галстук тағасың, қап-қара туфли аласың да, кайфпен барасың мектепке. Қайтарда бытшты болып қайтасың десе. Ал мен мектепке тек қана бір адам үшін барым керек. Қош сол баяғы таумаға бардың, қайттан бастамас? Сол қызды ойланбай тұрып, өзіне қарап алсай, күшті киім алды, бәрі қыздар өздері сынады. Біздің махаббат киіммен өлшенбейді деп қойса? Неге жетісіп күліп отырсыңдар? Не болды соншама бір қыз үшін ұрысып? Жігіттер, Болатбек келе жатыр. Өлә, не болды, иттен қашып келе жатсың ба? Саған қарағанда үлкен ит құлдау жамас. Қоя тұрш. Жігіттер, коронавирус келе жатыр демеш? Қоя тұрш сенде. Короче, бүгін үйде тірлік істеп атпайын ба? Бір кезде анау қарындасым бар ғой, Нұргүл деген. Сол бақ жете қалды. Қасына жүгіріп барсам, тауық қорада тауықтардың жартысы жоқ екен. Енді сол біздің ауылда ұрылар бар ма, жоқ па, соны сұрауға келген ғой. Соны айтуға бізге жүгіріп келдің ба? Жоқ, негізі айтайын деген ол емес. Диас, примерно негізі біздің тауықтарды кім ұрлады? Тентексің ба? Менен сұрағаныңыз, мен қаяқтан білем ол? Өйткені анау үйдегілер айтты да, сен ұрлау мүмкін деп ше. Өйткені сен біздің көшеде көп жүресің ғой. Сол сенен күдіктеніп отыр да. Негізі мен сені кінәлауға келген жоқпын. Кім ұрлау мүмкін, үйлеріңде ұрылар жоқ па деген. Не алдың сен? Бізден сұрамайсың ба? Мүмкін біз білетін шығармыз. Мүмкін біз ұрлаған шығармыз. Мүмкін Ердос ұрлаған шығар ол тауықтарды. Құмаш, мен ол тауықтарды не істеймін? Қысқашы жігіттер, сендер де үйлеріңе абай болыңдар. Анау бағалы заттарың жоғалып жүрмесін. Тоқта. Мүмкін үйдегілерін қақ кетті. Мамам, папам қалаға 2-3 күнге кеткен ғой. Вот, міне. Оны біліп, үйінде ешкім жоқ екен. Тауық ұрлауға кірісті. Ол сенің басың қатты істейді екен. Таза детектив болатын адам екенсің ғой сен. Онда бұлай істейік қазір жігіттер. Сол ораның артынан бесеуміз аңдып отырамыз. Сол кезде ора ешкім жоқ деп ойлап қалып, қораға кіргенде арқасына барып сазайын береміз. Қалай бола ма? Сонда 5-32 сияқты маньяк аулаушы боламыз ба? Маньяк емес, тауық ұрлайтын маньякты естімептім.
Ойлаңдаршы, тауық етінен бел ашып пісіріп сатып жатса. Жоқ, ойлаш, біз бесеуміз көшеде жүрміз да, біздің артымыздан бір кемпір шашы жалпырап қалған. Қолында коляска. Жігіттер, тоқтаңдар, ет жейсіңдер ма десе. Мә, ондай болмайтын болды, ренжіме. Мә, көрінбейтін адам. Ондай да бола ма не? Мама. Алло, Майра, тез үйге келші. Ой, я келген сен бәрін түсіндірем, кеш тез. Ой, я, кесі тез. Бопты күтем. Мына бас киім зор ғой, любой жерге кіріп, кез келген затын ұрлай бересің. Енді магазиндерге барып, мороженое ұрламайын ба? Мен екенмін кім біліп жатыр. Қой, мен тауығым жинай берейін. Қыздар, айтсам сенбейсіңдер ғой, көрінбейтін адам тауықты ұрып бара жатты ғой. Нұргүл, сені оқыту керек сияқты. Жайшын көзіне көрінген шығар. Ой, рас айтам. Ақан қайда кетті? Сен тастап көшеге шығып кетті ме? Жоқ, достарына кім ұраған білу үшін достарына кетті. Сонда ұры достарының арасынан болу мүмкін ба? Мен солай ойладым. Өйткені Диас біздің ауада көп жүреді. Бір ұрласа сол ұрады шамалы. Қойшы, ойбай, енді Болатбектің достары ұрламайтын шығар. Әлде Диас көрінбейтін адамға айналып кетті ме екен? Күліңдер. Мен сендерді қорқансыз шақырып отқан жоқпын ба? Саған бірден айтайын ба? Негізі үйде бір өзің болсаң, кез келген нәрсе қорқынышты болып көрінеді. Қорыққанға қос көрінер деп. Саған да солай көрінген шығар. Вот, асылза дұрыс айтады. Қатты көңіліне алмай қой, Нұргүл. Адам тауық ұрлады десе, миға кірер. Бірақ көрінбейтін адам тауық ұрлады деген мүлдем ақылға сыймайды ғой. Қыздар, өздерің ойланып көріңдер. Ойбай, көмектесіңдер. Не болып қалды? Қай жерге тұрғам? Анда жүріңіз кетті. Ойбай, қыздар, мені құтқарыңдаршы. Саған қалай айтсам екен, өңім бар түсін ба? Не болып қалды, ағай түсіндірсеңізші. Қалай түсіндіретін білмей жатырмын ғой сендерге. Ағай, қорқытпай айтыңызшы. Қалай айтсам екен? Ой, ағай, айтасыз ба, айтпайсыз ба? Қыздар, жалпы былай болды. Ей, кет! Осы малдарым болмаса қайтып күн көреді екен ме? Құдай қаласа осыларды бір жақсылап бағып, реті кеп атса сатып жіберем ғой. Оны сат не істемекшісіз? Көреміз ғой. Болмаса сиыр алам. Елбасымыздың көзі айтты ғой, екі сиыр алда өзіңді асыра деп. Екі сиыр алам, ақымақ. Ол жетпейді. Ой, жеткізіп алам өзім, уайымдамасай. Ей, тоқта. Тоқта. Мен кіммен сөйлесіп отырмын? Ей, біреу бар ма? Ей, кім бар? Ол мен таяқпен ұрды. Зорға қаштым. Ойландаршы, көзге вообще көрінбейді. Қыздар, айттым ғой сендерге, ал сендер маған сенбейсіңдер. Мәссаған, сонда ол қалай адам сияқты сөйлейді, бірақ көзге көрінбейді. Үйге қайтуға қорқып қалдым ғой. Көзбен көрмесең сені өте қиын екен. Бұндай әңгімені тек кинода көретін ек. Мынау қызық болды ау. Ей, тоқта. Сен оны қаяқтан білесің? Біздің қорада тауықтар жиі жоғалатын болды. Таңертең көрінбейтін адам тауықты ұрап бара жатқан өз көзіммен көрдім. Сонда қалай? Тауық көрінеді, бірақ адам көрінбей ме? Дәл солай. Өлі, енді не істейміз? Таптым. Қора қай жақта? Ана жақта. Онда мен қораға арта барайын. Жаңағы адам келіп қалған кезде шап деп ұсталым. Қалай? Көпшілікке ұсталып қалармын деген оймен сіз тұрған жерге келмейтін шығар, ағай. Ойлан көрсеңізші. Ағай, онда сіз былай істеңіз. Қораның артына барыңыз, сонда көрмейінше тығылып қалыңыз. Оның көрмей тұрған бұл ағай қалай көреді?
Гүлжан дұрыс айтады. Көрінбеймау деген жерге тығылып қалыңыз. Молодец қыздар. Өте ақылды екенсіңдер. Онда мен бүйтейін. Қораға барып тығылайын. Арғаны бір мәнісі болар, ә? Ал сендер тып-тыныш үйде отырыңдар. Жарай ма? Жарайды. Давай, кет. Ой, абайлаңдар. Сен тошына қорғаған. Жан шығарай. Ойбай, жоқ, балдар. Ойбай, тұра тұрыңдаршы. Тоқташ. Не үшін мені ұрып жатсыңдар? Ұраның кім екенін таптық. Ол мына сен екенсің ғой. Ой, Мына бәле дәпте болып, кішкентай балдардың үйіне келіп тонап кетем деп ойладың ба? Мә, кім ойлаған десе, ә? Бұл оңбаған бәрін біліп, қораға кірді. Бұл енді тошына қораға кірді. Жігіттер, жан шығарай. ойбай, жоқ, балдар. Ей, ағалар, тоқтаңдар, бұл ұры емес қой. Бұл ағай күмірлаған білет, бол тоқтатыңдар. Я, сендер қателесіп жатырсыңдар. Ол бізге келсінше көмектеспек. Ұрыны табуға. Тиіспеңдер, бірінші кім екенін сұрап алсаңдаршы. Мынау көмектесіп жатқан адамға ұқсамайды ғой. Қораның артына тығылып тұр ғой. Жо, балағай, мені тыңдаш. Біз сен тауығын кім ұрлаған білдік. Я, аға екеуміз білеміз. Сен оны қаяқтан білдің? Жаңа таңертең сіз Диасқа кеткенде қорадан мен көрінбейтін адамды көрдім. Ол көрінбейтін болса, сен оны қаяқтан көрдің? Тауықты ұрлап бара жатқанын көрдім. Мә, саған не дейді тағы? Жігіттер Накөнай кетіп бара жатыр. Ал қолыңдағы тауық ше? Ол ұрламайтын шығар. Шақырып көреміз бе? Накөнай! Накөнай! Бергел! Не? Не дегеніңіз келсе? Әлде қорқыпсың ба? Әчен бір нәрсе сұраймыз. Қалайсыңдар? Жақсыңыз, қайда бара жатсың? Үйге? Қолыңдағы тауық кімдікі? Кімдікі деген нес? Өзімдікі? Бір минут. Нұртай, сен тез Болатбек шарып кел, ал біз үшеуміз мына жерден Накөнайды әңгімемен ұстай тұрамыз. Жарайды, қарап отырыңдар, кет қалмасын, мен кеттім. Давай, тез шарып кел. Көрмейсің ғой Накөнай? Көрінбейтін қақтың бір қой? Түсінбедің? Жай. Көшеде көп жүрсең, соған сұрап жатқам ғой. Тауықтың неге көшеде ұстап жүрсің? Әлде біреуге сатайын деп жүрсің бе? Сендер не шаруаларың бар? Жоқ, ешқандай шаруамыз жоқ. Жай әңгіме болсын деп айтып жатқанбыз ғой. Мен сендер сияқты ерігіп отырған жоқпын. Жұмысым көп кеттім. Мәссаған, сонда тауықтарың көбейіп жатыр ма? Тез көбейіп кететін саған қоян деп пен болады. Көбейті сосын не істейсің? Көбейті не істейсің? Сентябрь келатыр. Форма керек мектепке. Молодец, басыңға тістеп қояды. Конечно. Орысша сөйлеп кеткенсің бе? Ну, жай үйреніп жатырмын. Нұртай қайда? Ол үйіне кетті, бір затын ұмытып кетіп, соған кетті, қазір кеп қалады. Все. Сен кәдімгі орысша сөйлейтін боласың, не? Конечно. Битейікші, біз сән қазақша мақал мәтел айтамыз да, сен оны орысша аударып берші. Разговор нет? Онда мен бірінші бастайын. Отан үшін отқа түс күймесең дегенді аударып бершкән. Ты для родину огонь и завтра грлям станешь, ожог будешь. Енді мен қояйын, күлме досқа келер басқа дегенді аударып берші. Не надо смеяться, друг. Завтра твоя голова придет. Қыз болған кезінде бәр жақсы, жаман әйел қайдан шығады? Когда ты маленькой девушкой, красивая, а большой, ты бессовестная женщина будешь. Мә, күшті. Накөнай қалай? Була, как ты? Орысша сөйлеп қояды. Не ма, тауығың өзімдік ма? Конечно, өзімдік. Түрі таныс екен, фотоға түсіріп алыш. Болмайды. Көз тиеді. Уайымдама, көз тигізбейтіндей қып түсірем ғой. Аға, не болып қалды? Көңілген жоқ қой. Нұргүл, мынаны қарашы, мынау біздің тауыққа ұқсай ма? Аға, мынау тура біздің тауық қой. Солай ма? Бұны қайдан түсіріп алдыңыз?
Наконайдың қолында екен, содан сұрап алдым. Наконай ұрады деп айтайын десем, Наконай көрінетін адам. Ал біздің тауықтырып алған адам ол көрінбейтін адам. Басым қатып кетті. Наконайға бірдеңе айтуға да қорқып тұрмын. Оған менде дәлел де жоқ қой. Еще ол көрінетін адам. Үйдегілер тауықтың ұрланғанын білсеші, мен оңдырмайтын шығар. Енді не істесем болады? Оны үйдегілерге қайтып айтып түсіндірем. Көрінбейтін адам деп тұрсам, қумаш дейтін шығар. Бірақ ата-анам тауықтарға бола мені ұрмайтын шығар. Ең бастысы қарындасыма қарап жүрмін ғой. Қой, мен үйге қайтайын. Асылзат, Майра. Қарасаңшы, аға. Ей, тыныш. Біз қазір түк білмегендей болып кетіп қалайық. Үйге барған соң түсіндірем. Наконай, осы сенің арманың не негізі? Мықты бизнесмен болу. Мә, күшті. Сонда мықты бизнесмен болу үшін не істеу керек? Мықты бизнесмен болу үшін кез келген нәрсені ақшаға айландырып, баюдың жолдары ғой. Мысалы, мен тауық асырап, соны көбейтіп, арманыма жетсем бе деймін. Арман демекші, осы сенде арман бар ма? Ой, әрине, мен сен сияқты мықты бизнесмендермен аралассам деген арманым бар. Сонда сенің арманың маған байланысты ма? Мен бизнесмен болсам, сенің арманың орындалады. Бизнесмен болмасам, арманың орындалмайды ғой. Болды ғой, өзің де түсініп тұр екенсің ғой. Сенің тағдырың менің қолымда десей. Бұнай, кесі. О, бола, қалайсың? Абош, давай жақсы. Все, давай. Наконай қалай? Жақсы. Өзің қалайсың? Жақсы. Нема сенен бірдеңе сұрайын деген ғой? Конечно, сұрай ғой. Нема мен де сен сияқты тауықпен айналысайын деген ғой? Енді сол маған соның жолын үйретсей. Оны қалай үйретем саған? Анау біздің үй жақта тауықтар бар ғой. Соны бір-екеуін көрсей, сатуға жарай ма, жарамай ма? Ой, сонда мен айтуым керек па? Жүр. Что-то Наконай, тауықтарым осы, бола ма? Осақ па? Бұл аз ғой, бизнеске жарамайды. Ой, аз болғанды көрсеңсің. Не істеп жатсыңдар? Неге ұрып жатсыңдар? Оңбаған сен екенсің ғой. Оңбаған сен екенсің ғой. Өткенде білбедік. Беріңдер ей сыбағасын. Тез тауықтарды орнына әкеп қой. Білген едім сен ұр екенін. Сиқырлы бас киімді киіп тауықтарды ұрлап жүр екенсің ғой. Алаяқ бизнесмен. Біз сенен күтпедік. Мен тауықтарды жақсы көрдім, сондықтан осындай әрекетке бар. Тауықтарды көбейтіп не істемекші болдың? Мен олардың жұмыртқасын көбейтіп, еттерін чекенге айландырсам деген арманым болды. Мен ол бас киімді бұлақтың басынан тауып алдым. Сосын ойланбай әрекет жасап, сенің аулаңа кіріп тауықтарын ұрладым. Кешірші Болатбек, бұдан кейін енді қайталанбаймын. Достар, сендер де ешкімге айтпаңдаршы, өтініш, ауыл білмей қойсыншы. Менің бұл әрекетім тауыққа деген махаббатымды біліңдір. Тез тауықтарды орнына апарып қой, сөйтті құры. Құры. Кет бар. Өмірмен жолым болмайтын болды ғой. Чикен істеп, жеймін ба деген арманым не болды?
быт болды. Өмір кинода да сериалда да жолым болмайды болды ғой.